Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы қашықтықтан оқыту кезінде оқылым тапсырмаларын орындату және бағалауда графикалық органайзерлердің тиімділігі. Қазіргі мына елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты бізде біраз мұғалімдерде қиындықтар туып жатыр. Біз оны білеміз, және сол қиындықтардан шығу жолында мұғалімдерге үлкен қолдау көрсету мақсатында мен осындай вебинардың тақырыбын осы графикалық органайзерлерді алып отырмын, және ол оқылым тапсырмалары қазақ тілі мұғалімдері барлығы жақсы біледі. Бізде тапсырмаларда дағдылар бар. Оқу бағдарламасында осы дағдыларды оқылым, тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын қалай бағалауға болады, қалай тапсырмалар беруіміз керек. Міне осы нәрселер қазір бізде үлкен мәселе болып тұр. Біз мұғалімдерге осы оқылым дағдысын, соның ішінде тапсырмаларды қалай беру керек, балдардың орындағандығын қалай бақылауға болады деген оқылымды бағалау үшін мен осы графикалық органайзерлерді алып отырмын. Соның ішінде бұл вебинардың бүгінгі мақсаты графикалық органайзер туралы жалпы түсінік беру және графикалық органайзерлердің түрлерімен таныстыру, оқылым тапсырмаларын орындату мен бағалаудағы тиімділігін көрсету. Сіздерге әріптестер сұрақ: графикалық органайзер дегеніміз не? Қандай түрден қолданып жүрсіздер? Бұл сіздерге таныс тақырып, жаңа тақырып емес, бұрыннан білеміз. Графикалық органайзерлерді қолданып жүрміз сабағымызда. Өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер, графикалық органайзер дегеніміз не? Қандай түрлерін қолданып жүрміз сабақта? Әріптестер, мені естіп тұрсаңыздар, жақсы естіліп жатса, жақсы, Анар ханым Т кестесі дейді. Сондай түрлерін. Сәлеметсіздер, Азия Сағынтайқызы. Сызба, кесте түрінде қолданып жүрміз дейді. Вен концептуалды кестесі бар, Вен диаграммасы деп айтамыз. Разия Абдразаққызы қосылыпты, жақсы естіліп тұр дейді. Жақсы. Графикалық органайзер дегеніміз не жалпы? Сіздер оны қалай түсінесіздер? Балық қаңқасы. Жүкібаева жақсы естіледі дейді. Жарайды, біз графикалық органайзер туралы өзім тоқтала кетейін. Графикалық органайзерлер, олар негізі тірек сызба бұл. Графикалық органайзер ол білім алушыларға пәннің әрбір тақырыбынан білімді игерудің міндетті талабының көлемін нақты алуына мүмкіндік береді. Графикалық органайзерлерді пайдаланғанда сызбаның оқушы ұғымына сай болуына көңіл бөліну керек. Бұл графикалық органайзер тірек сызба түріндегі кесте түрінде берілетін сызбалар. Бұл графикалық органайзер сабақтың бейне жоспары. Яғни баланың алдына бүкіл түгел мәтін емес, сол мәтіннің ішіндегі негізгі сызбалар көрінеді, балаға бейне сабақ шыға келеді алдына. Графикалық органайзерлерді пайдаланудың нәтижесі ол тақырыптың тұтастығын, қисындылығын, ықшамдылығын, көрнекілігін қамтамасыз етеді. Оқушылардың білімін тиянақтайды, алған білімін оңай еске түсіруге көмектеседі. Және оқушыларға сапалы білім беру, оқу бағдарламасындағы білімді қамту мен кеңейту жүйесін жүзеге асырудың тиімді жолы бұл графикалық органайзер болып табылады. Графикалық органайзерлерге ғылыми анықтама берсек, бұл білім алуда, оны меңгеруде, есте сақтауда, талдауда білімнің көзі ретінде пайдаланылатын сызба құрал.
Міне біз бұл сызба құралдардың бірнеше түрлерін сабағымызда қолданып жүрміз. Ал енді сол сызба құралдарымызды қалай пайдаланып жүрміз, және оның тиімділігін қалай көріп жатырмыз. Дәл сол осы тірек сызбалардың, графикалық органайзерлердің баланың оқылым дағдысын дамытуда қалай тиімділігі бар. Мен бүгінгі вебинарымда осы мәселелерге тоқталамын. Енді қосылып жатқан әріптестеріміз де бар екен. Енді графикалық органайзерлердің сіздер айтқандай түрлері бар. Және бұл графикалық органайзерлердің мен бүгін сіздерге бір 3-4 түрін беріп жатырмын. Ол түрлерінде мысалға бұл өрмекші торы графикалық органайзердің бір түрі. Бұл тақырыптағы ортақ мәселені анықтауға тиімді, немесе ой шақыру үшін де қолдануға болады. Енді өрмекші торында ортақ мәселені жаза отырып, сол ортақ мәселемен негізгі қатысы бар нәрселерді түгел бала жазып шығады. Міне сонда бұл ортақ мәселелерді жазу арқылы бала түйінді ойды түсінеді. Және бұл жердегі ой шақыру кезінде қолдануда тақырыпты немесе сол мәтіндегі негізгі нәрсені ортаға жазып қойып, соған тағы да қандай ойлар болуы мүмкін, тағы не қарастырылуы мүмкін деп балаға осылай өрмекші торы арқылы көріп тұрсаңыздар, бірінші сызба туралы айтып жатырмын. Соны көресіз, соны жүргізуге болады. Міне сонда бала миға шабуыл кезінде, баланың бүгінгі сабаққа қатысуына, қызығушылығын арттыру кезінде осы органайзерді осылай пайдалануға болады. Немесе жан-жағына бүкіл сол сабаққа қатысты нәрселердің барлығын тізіп жазып, ортаға тақырыпты немесе негізгі мәселені тастап кетуге болады. Сонда бала айналадағы нәрселерді, мына шетіндегі өрмекші торындағы әр нәрсені жеке оқып, олардың барлығын байланыстырып тұрған қандай сөз, немесе бүгінгі тақырып қандай, немесе бүгінгі мәтіндегі айтылатын негізгі ой қандай екен, міне бала ортада өзі ойлап табады. Міне сонда бала бұл сабақты бүкіл тұтас мәтінді көз алдында осылай қысқа нұсқа етіп көруге тиімді болады екен. Әріптестер, сіздерге жақсы естіліп тұр ма? Мына жерде жаңағы белгі беріп қосылып жатқандар жоқ. Сондықтан мына жерде мен қаншалықты сіздерге жақсы естіліп тұрғанын білмей жатырмын. Белгі беріп тұрсаңыздар. Екінші графикалық органайзеріміз ол график деп айтылады. Өмірбаяндағы немесе оқиғалардың іс-әрекеттер тізбегі. Бұл іс-әрекеттегі тізбегінде бұның тиімділігі балаға негізгі бұл жаңағы мәтіндегі негізгі ойды, мәтіндегі оқиға тізбектері, бір-бірімен іс-әрекеттер қалай тізбектеліп келеді. Міне осы туралы бала жазып шығуға болады. Міне сонда бұл өмірбаянды жазып шыққанда да тиімді. Біз оқушыларға жаңағы үлкен мәтінді берген кезінде сол мәтіндегі негізгі нәрселерді, негізгі оқиғаларды, іс-әрекеттерді осылай төменнен жоғары қарай немесе жоғарыдан төмен қарай жазып шығу арқылы олар тұтас мәтінді осы бір кішкентай ғана нақты сыйымды етіп осы графикте көре алатын болады. Міне бұл баланың тұтас мәтінді түсінуіне тиімді, және бұл балаға жаңағы мәтіндердің барлығын түгел оқып, оның негізгі нәрсесіне ықшамдап алуына, негізгі ойға тоқталуына өте тиімді. Және бұл бізде оқушылардың кейбіреулері кинестик, кейбіреулері аудиал, міне соған байланысты олар осы нәрселерді біреу тыңдаса, біреу көру арқылы, біреу өзі жазып, соған қою арқылы есте сақтайды екен. Міне соған осы графикалық органайзерлер баланың барлық типтерінде қолдануға өте тиімді. Және мен тағы сіздерге ұсынайын деп отырғаным бір графикалық органайзердің түрі ол кезеңдер. Кезеңдерде бұл цикл деп негізі айтылады, мен оны кезеңдер деп алып отырмын. Бұл бүкіл тұтас мәтіннің ішіндегі немесе тұтас бір шығарманың ішіндегі бас кейіпкердің негізгі іс-әрекеттері, оның жасаған саяхаты болсын, немесе оның жасаған бір іс-әрекеттері болсын, соны оқиғаның кезеңдерін рет-ретімен жазып шығуға болады екен.
Осыны рет-ретімен жазып шығу арқылы, кезең-кезеңнен өту арқылы бала сол мәтінді толық түсініп алады. Және бұл жердегі графикалық органайзердегі негізгі нәрселер, ол тек қана осындай сызбаларға берілген нақты нәрселерге бала жазу ғана емес, жазып қана қоймайды, оған бала өзі шартты белгі қойып шығуға да болады, немесе суретін салуға да болады. Міне сонда бала сурет салу арқылы бұл органайзерге, немесе шартты белгі қою арқылы ол мәтінді толық түсінеді. Және жаңағы біз айтып өткенде кинестик балдар бар, аудиалдар бар, визуалдар бар. Міне соларға жаңағы сурет қою арқылы бала осы мәтінді толық түсініп шығады екен. Міне бұның тиімділігі осында. Және тағы сіздерге бір беретін ұсынатын графикалық органайзердің түрі 16:9 деп айтылады, немесе кинометафора деп айтуға болады оны. Бұл негізі тақырып бойынша әңгіме жоспарлауға өте тиімді. Біздегі оқу мақсаттарында бар әңгіме құрастыру, өз тәжірибесі негізінде әңгіме құрастыру, немесе жаңағы оқиға желістерін сақтай отырып әңгіме құрастыру деген оқу мақсаттары бар. Міне сол оқу мақсаттарына балаға осындай етіп берсеңіздер, бала әрі қызығушылық артады, әрі көрнекі құрал ретінде баланың көз алдында өзі жасаған дүниесі бүкіл мәтінді көз алдына осылай жаңағы көрнекілік ретінде қойып отырады. Бұл жерде детальдары өте көп ауқымды мәтіндерді алуға болады, және шығармаларды, көркем шығармаларды оқытқан кезде бұл тиімді екен. Міне сонда осы кинометафора немесе 16:9 деген әдіс графикалық органайзердің түрі арқылы бала шығармадағы немесе үлкен ауқымды мәтіндердегі әр детальды осылай кино алдынан көзінен кино өткенде етіп бәрін тізбектеп қойып шығады екен. Міне бұл тізбектеп қойып шығу арқылы бала мәтінді тез меңгереді және еш уақытта ұмытпайды. Және осылардың барлығын жазу арқылы олар бірнеше рет мәтінді оқиды. Міне біз балаға оқуын дағдысын дамыту кезінде бұл органайзерлердің негізгі тиімділігі бұл мәтіндерді қайта-қайта оқу, оны шартты белгілермен беру, оған қандай сурет салуға болады. Міне сонда олар мәтіндіге қайта-қайта оралады екен. Бұл мәтінге қайта-қайта оралу баланың мәтінді оқылым дағдысын дамытады екен. Оқылымның өзі білеміз, бірнеше оқылымның ішкі дағдылары бар. Сол оқылымның ішкі дағдылары осы графикалық органайзерге бала соны сала отырып дағдысы дамиды екен. Әрі бұл көрнекі материал ретінде, әрі баланың жаңағы мәтінді ықшамдап тез ұғынуына көмек береді. Және бұл есінен шығармайды екен. Бұл графикалық органайзерлер арқылы жасаған мәтіндер баланың есінен ұзақ уақыт сақталады. Тағы сіздерге бір ұсынайын деп отырғаным, ол менің идеям және ақпарат деген түрі графикалық органайзердің. Бұл жерде менің идеям деп береді, одан кейін барып негізгі детальдар мәтіндегі. Сол идея, бала өзінің идеясын ұсынады, және сол идеяларды нақтылайтын мәтіндегі негізгі детальдарды бала мына жерге жазып ашып көрсетеді. Немесе оның суретін салуға болады, немесе жаңағы айтқандай шартты сызба белгілермен де беруге болады екен. Міне бұл менің идеям және ақпарат дегенде бізде оқылым мақсаттары бар, оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлдерге бөліп оқу деген оқу мақсаттары бар. Міне сол оқу мақсаттарында баланы оқы, жаз дегеннен гөрі осындай органайзерлерді беріп, графикалық балаға салдырса, оны жазса, немесе оның өзінің еркіндік беріп, сен суретпен салу, сурет салатын, жақсы салатын бала болса, оқып осы мәтінді, осындағы идеяңды суретпен бер, немесе негізгі детальдарды суретпен бер, немесе бір шартты белгілермен бер десеңіз, бала міне сонда жаңағы оқылым дағдысы дамиды, және бұл графикалық органайзер арқылы бала алған мәліметін ұмытпайтын болады. Және бұны жасай отырып, бұл графикалық органайзерлердің тиімділігі баланың сыни ойлануын және креативтілігін дамытады екен. Және бұл графикалық органайзерлердің тиімділігіне тоқталып өтсек, бұл оқу материалдарын жинақы, қысқаша беруді үйренеді бала. Оқу материалдарын
және оқушы оқу материалының ішінен ең негізгісін таңдай білуді үйренеді. Негізгі мәлімет қайсы, негізгі мәселе қайсы, негізгі ой қайсы. Міне соны нағыз таңдап, тіркеп жазуға үйренеді екен. Оқушы таңдап алған танымдылық, білімділік түсініктерін бір-бірімен байланыстырып, қарапайым жүйе жасауды үйренеді екен. Сонда баланың танымдық дағдысы арта түседі, және ол алған білімін бір-бірімен байланыстыруды үйренеді екен. Және біздің айтып жатқанымызда қарапайымнан күрделіге қарай бала жаңа алған білімін біртіндеп күрделендіре түседі екен. Міне сөйтіп қарапайым жүйеден күрделі жүйе жасауға дейін бала үйренеді осыны. Және оқушы оқулықпен және қосымша әдебиеттермен жұмыс жасауға дағдыланады. Оны беру үшін, суреттерін салу үшін, немесе ақпараттарды беру үшін ол қосымша әдебиеттерді іздейді, және дәл соның шартты белгісін сал десеңіз, дәл соған сондай мәліметке бұрын қандай шартты белгілер болған еді, оның бұрыннан берілген нақты шартты белгілері бар ма? Міне соны іздестіре бастайды екен басқа әдебиеттерден. Баланың бұл қызығушылығын арттырады. Қызығушылығы артқан бала ол өз бетінше оқуға міндетті түрде үйрене бастайды, дағдылана бастайды. Және графикалық органайзердің тағы бір тиімділігі жеке, топпен және өзара бірлесе жұмыс істеуді үйренеді екен. Бала жеке жұмыстарды үйренеді, жеке отырып өзі, және бұны бір ғана органайзерге салу үшін үлкен мәтіндерді балаға топпен береді екенбіз. Міне бала топпен жұмыс жасау арқылы олар командалық жұмыс жасауды, бір-бірімен үйренуді, топпен бірлесе отырып, келісімге келе отырып, жұмыс жасауға үйренеді екен. Келесі оқушы сызу, сурет салу, өз бетімен шартты белгі ойлап табады, оның мәнін білуге мүмкіндік туады екен. Міне сонда біз баланы сыни ойлантуға, креативтілігін, осы мәтіндердегі нәрсені оқы, жаз, мына нәрсені түртіп ал дегеннен гөрі осындай органайзердермен беретін болсақ, онда бала бұл нәрсеге жаңа сыни қарай алады және креативтілігі дамиды екен. Келесі тиімділігі оқушы өзінің танымдық деңгейін біледі екен. Ол танымдық деңгейі нақты анық көрініп тұрады, қай жерде неден қаншалықты білетіндігі көрініп тұрады, және бала бұл жерде өзін-өзі бағалауды үйренеді екен. Міне осы графикалық органайзерлерге сала отырып, бала өзінің жұмысын бастапқы мәтінмен салыстырғанда басқалармен салыстыра отырып, өзінің қаншалықты деңгейде екенін бала көреді және өзін-өзін бағалайды екен. Және графикалық органайзерде бұл оқушының дағдысын дамытады. Қандай дағдыларын дамытады, несімен тиімді? Бұл жерде оқушыда білім берік негізі қаланады, білімнің негізі берік қаланады. Өйткені ол өзі жасаған жұмыс болғандықтан, өзі үйреніп, өзі сурет ойлаптау, өзі шартты белгі ойлаптау, сол жерге қойып жасағандықтан бұл білім негізі нақты қаланады. Баланың сөйлеу қабілеті дамиды. Тұжырымдап, топшылау дағдылары қалыптаса бастайды. Яғни ол жердегі нәрселерді нақты тұжырыммен беруді, топшылауды бала үйренеді. Танымдық процесі нығая түседі. Қарым-қатынас қажеттілігі қанағаттандырылады баланың бұл жерде, және пәнге деген қызығушылығы арта түседі екен. Бала нәрсені үйреніп, танып білсе, білгенде ғана ол соның нәрсені үйренгенде ғана, түсінгенде ғана мәнін бала алған болады екен. Міне бұл графикалық органайзерлерді әрі көрнекілік, әрі баланың дағдысын арттыруға бере отырып, оның бүгінгі сабақты түсінуге мүмкіндігі туады екен. Түсінген бала ары қарай ұмтыла бастайды. Шығармашылығы шыңдалады екен. Және ақпаратты шағын мәтін ретінде және визуалды түрде берсе, оны еске сақтау жақсарады екен балада. Визуалды түрде біз өзіміз берсек, немесе баланың өзіне жасататын болсақ, және ол жасалынған жұмыстардың барлығын күнделікті жаңағы қабырғаларға іліп тастау керек. Бала соны көре отырып, сол ақпараттарды қайта-қайта оқып, күнделікті бекіте түседі екен. Оқығанды түсіну деңгейі жақсарады екен. Яғни біз графикалық органайзер арқылы баланың оқылым дағдысын дамытқымыз келіп отырғандықтан, бұл шын мәнісінде баланың оқылым дағдысы дамиды. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, бала бірнеше рет шартты белгі салу үшін, сурет салу үшін, оның тізбектерін, кезеңдерін беру үшін бала міндетті түрде мәтінге бірнеше рет қайта барады. Мәтінді бірнеше рет қайта-қайта оқиды. Міне сонда баланың оқылым дағдысы осылай дамиды екен.
оқытуда қиындықтар бар, оқушылардың үлгерімі жақсарады. Жаңа біз айтып жатырмыз ғой, балада үлгерімі төмен, үлгерімі, сабаққа қатысу қызығушылығы жоқ балдарды осыны айта отырып, оның өзінің баладағы бір жақсы қабілетін, баланың өзінің қолынан жақсы келетін нәрсесіне қарай бағыттауға болады екен. Суретті жақсы салатын бала бар. Осы мәтінді оқыда сен осы жердегі нәрсені кезең-кезеңмен суретке сал. Немесе шартты белгімен бер, немесе жаңағы өзіңнің ойыңды осы жерге жаз, түр, белгілі бір тірек сөздермен берсең де болады. Десеңіз, бала бірте-бірте оқуға деген қызығушылық арта түседі екен да, баланың оқылым дағдысы дамиды екен. Міне сөйтіп бұл үлгерімі нашар оқушылардың да жұмысы жақсара түседі. Айта кетейін осы жерде, және бұл жерде тірексіз балаларды көбінше енгізіп жұмыс жүргізген Шаталов педагог. Бұл Шаталов осыларды енгізген кезінде жаңағы шын мәнісінде оқушылардың оқылым дағдысы дамығандықтан және баланың үлгерімі нашар оқушылардың қызығушылығы арта түскендіктен бұл шын мәнісінде оқуда үлгерімі нашар оқушы деген азая бастаған. Міне бұл негізі практикада кәдімгі тәжірибе жүргізіліп дәлелденген нәрселер екен. Және баланың сыни тұрғыда ойлау дағдылары дамиды екен. Рахмет, бізге керемет идея, мың алғыс деп жатыр, сіздерге де рахмет. Және графикалық органайзерлердің мұғалім үшін тиімділігі, мұғалімге қандай тиімділігі бар? Бұл бірінші нәрсе оқушы білімін тексеруде дидактикалық құрал ретінде пайдаланады екен. Бұл дидактикалық құрал баланың білімін бағалауда. Және мағыналық логикалық белгілерді нақты қысқа түсіндіреді. Және бұл жерде графикалық органайзерлерде логикалық байланысты, мұғалім логикалық байланысты үзбейді сабағының барысында. Міне бұл осымен тиімді және бағалау нақты әділ жүреді. Ал енді біз осы бағалау нақты әділ жүреді дегенге кеңірек тоқталып өтсек, өйткені біз қазір қашықтықтан оқыту кезінде оқушыларды қалай бағалаймыз деген үлкен мәселе туындап отыр. Және оқушы бәрібір оқумен біз үнемі айтамыз, бұл критериалды бағалаудың өзінің де нақты жаңағы қолданған қатып қалған принципі бар. Оқыту мен бағалау егіз деген. Оқытамыз және бағалаймыз. Біз қазір баланы оқытып жатырмыз, бірақ қашықтықтан оқытып жатырмыз. Оқыттық па, қандай жағдайда оқытсақ та біз баланы міндетті түрде бағалауымыз керек. Міне ол бағалаған кезде қалай жүреді? Бұл графикалық органайзерлерге оқылым дағдысын дамыту кезінде, оқылым кезінде балаға мәтінді беріп, оны қалай мен бағалаймын, баланың оқығандығын қалай білемін деген кезде балаға айтасыз, осындай өзімнің ойымнан осындай сызбаларға, тірек сызбаларға, органайзерлерге салда жұмысында маған суретке түсіріп жібер деңіз. Міне сонда баланың қызығушылығы артады және сіз ол баланың оқылым дағдысының қаншалықты дамып жатқандығын, оқылым тапсырмаларын қаншалықты беріп жатқандығын сіз көре аласыз. Және мен сіздерге тәжірибелік бөлімді көрсетейін деп отырмын осы жөнінде. Рахмет, үлкен рахмет. Рахмет сіздерге де. Енді бұл жерде тәжірибелік бөлімде 490 бағдарламаны ашып отырсақ, ұлы ерлікке тағзым деген бөлім бар екен, ең алғашқы бөлімі. Онда мынандай оқу мақсаты берілген екен 7-ші сыныпта. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану деген оқу мақсаты бар екен. Мен осы оқу мақсатына тапсырманы беріп, және оны баланың орындауға деген ниетін ашу, қызығушылығын арттыру және сол орындағандығын қалай көреміз, және мұғалім оны қалай бағалайды дегенге мен мына бір тапсырманы беріп отырмын. Балаға ұлы ерлікке тағзым дегенге кез келген жаңағы өзіңіздің дайындаған мәтініңізді бересіз. Балаға айтасыз, мына мәтіндерді не сіз WhatsApp желісі арқылы тастайсыз, чаттарға, немесе балаға жаңағы онлайн кезінде айтып бересіз. Міне өстіп, немесе ол мәтінді қай жерден алғаныңызды нақты сілтемесін көрсетіп берсеңіз де болады. Негізі мен өзімнің жаңағы ойымша бұл нәрсені балаға WhatsApp арқылы, сіздерде барлығыңызда чаттар бар, сол чатқа беріп, осыны балаларға бергеннен кейін оқығандығын қалай бағалаймыз? Осы мәтінді оқыңыздар деп, ерлік туралы, жаңағы соғысқа қатысқан ерлер туралы, олардың ерліктері туралы, сол ерлікке
жаңағы өте тағзым жасаған адамдардың ой пікірлері туралы мәтінді бересіз, өзіңіздің сыныбыңызға лайықты етіп, және осы мәтіндерді бергеннен кейін оған жаңағы мақсатқа бағыттауымыз керек. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану болғандықтан мақсат бүгінгі сабақта біз тек қана публицистикалық стильді алып отырмыз сабағымызда. Міне соған мәтінді оқисыз да, мәтінді оқы деп айтасыз балдарға. Мәтінді оқығаннан кейін барып, сіз арнайы нақты графикалық органайзер берсеңіз де болады. Мен мына жерде өрмекші торына салыңыз деп тұрмын, немесе оқушының өз қалауы. Қандай органайзер бала ойлап табады, қалай салады, ол баланың қиялына біз жаңағы шаблон беріп шек келтірмеуіміз керек. Міне сөйтіп баланы осылай берсеңіз, жаңа торлы диаграммаға сал деп бересіз ба, немесе өрмекші торына сал деп бересіз ба, бала осыны салады. Бұл жерде бірінші сол тілдік құралдар қандай тілдік құралдар кездеседі публицистикалық стильде, бала соны тізіп жазып шығады. Бала қаншасын жазады, нешеуін жазады, қаншасын нақты біледі, оған мысалдар келтіре алады. Міне оның барлығы баланың орындаған тапсырмасынан сізге бағалауға өте оңай болады. Қараңыз, мен мына жерде беріп отырмын. Перифраз жиі кездеседі. Ол жаңа публицистикалық стильде перифраз жиі кездеседі деп бала жазу керек. Және сол перифразың кездескендігін көрсетіп жазып беруге де болады бала ары қарай қандай перифраздар бар екендігін. Одан кейін күрделі тіркестер көп кездеседі. Көркем сөз тәсілдерінің барлығы кездеседі публицистикалық стильде. Міне оның тілдік ерекшелігі осында. Тұрақты сөз тіркестері кездеседі. Одан кейін мақал мәтелдер кездеседі публицистикалық стильде. Одан кейін афоризмдер көп кездеседі. Тілдің көркемдегіш тәсілдері риторикалық сұрау кездеседі. Деп бала осындай жаңағы несін сөз қайталауға кездеседі. Осындай ерекшеліктерін бала жазып беруі мүмкін. Және осы ерекшеліктерге бала біртіндеп мәтіннен мысалдар келтіреді. Жаңағы өзінің оқыған мәтінінде қандай мысалдар бар? Соның ішінде перифразның ішінде мына сөз перифраз болып беріліп тұр деп бала сізге мына өрмекші торына салып шығады. Және бұны торлы диаграммаға да беруге болады. Бала мәтінді оқиды, мәтіннің ішіндегі перифразды жазады. Перифраз кездеседі публицистикалық стильдің тілдік ерекшелігі, тілдік құралы перифраз бар. Оны ары қарай тағы да сол перифраздан сызықша келтіре отырып, стрелка қоя отырып, тағы да жазуы мүмкін. Міне дәл осында мынау мәтінде мынандай перифраздар кездесіп жатыр деп. Міне сонда бала осылай нақты етіп жазып жатса, онда сіз бала жұмысын сізге суретке түсіріп тастайтын болса, онда сіз баланың оқылым дағдысының қаншалықты болып жатқандығын, оқылым тапсырмасын шын мәнінде қаншалықты орындағандығын, және оқылым тапсырмасын қаншалықты критерийге сай орындағандығын көре алады екенсіз. Міне сонда бізге бұл графикалық органайзер балаға өте тиімді екен. Және оның оқылым дағдысын дамытудағы мұғалім баланың оқылым дағдысын қаншалықты оқып жатқандығын, оны қалай орындап жатқандығын көруге, бағалауға тиімді екен. Рахмет әріптестер сіздердің пікірлеріңізге. Және қашықтықтан оқыту кезінде осы оқылым тапсырмаларын орындату және бағалауда графикалық органайзердің тиімділігі, бұл туралы мен қазір ғана тағы тоқталып өттім. Соның ішінде мына нәрселер тағы да баса айтқым келіп отыр. Оқушыларға белгілі тақырыпқа сай сызба, белгі даярлауға негізделген өзіндік жұмыс беріңіздер. Балаға оқылым тапсырмасын беріңіз, мақсаттарын айта отырып, критерийді қоя отырып, оқылым мақсаттан критерий шығарыңыз да, сол мақсатқа бағытталған тапсырма беріңіз. Сөйтіңіз да оны балаға осыны кез келген өзің ойынша тірексіз баға сал деп беруіңізге болады екен. Оқушыға дайын үлгі ұсынбаңыз. Мүмкіндігінше ұсынбауға болады. Дәл қазіргі қашықтықтан оқыту кезінде сіз балдарыңыздың қаншалықты жаңағы сыни ойлана біледі, креативті жасай алатындығын көру үшін сіз балаға дайын үлгі бермесеңіз де болады. Ал енді ол дайын үлгі жоқ, мұғалім бізге бермеді, мынандай нәрсеге сал деп бұрын айтатын еді мектепте, қазір бізге Ақтай бұндай нәрсені бермеді, мен не істеймін деген оқушыларыңыз да болады. Міне сол оқушылар үшін, яғни оқушының қажеттілігін ескере отырып,
балаға ондай оқушыларыңызға чатта немесе жеке өзіне сен мынаны оқы, тапсырманың критерий мынау, және осыны мынандай графикалық органайзерге сал деп нақты көрсетіп беруге де болады. Міне сонда баланың қажеттілігін міндетті түрде біз ескеруіміз керек. Сонда сіздің үлгерімі нашар, оқуға қызығушылығы төмен бала үшін өздеріне жеке осылай чаттарына жіберсеңіз болады. Міне сонда бала нақты тапсырма алғаннан кейін оны орындайды. Орындап болғаннан кейін сен оны маған түсіріп жібер. Және дескрипторлары мынандай деп дескрипторларын міндетті түрде көрсетіп жібересіздер. Сонда бала оқылым тапсырмасының мақсаты тұр. Мақсаттан шыққан критерий бар. Критерийге негізделген тапсырманы бересіз да, артына дескрипторын беріп қоясыз астына. Міне соны бере отырып, оқушының қажеттілігін ескере отырып, дарынды, талантты, немесе өте өз бетінше оқуға қабілетті балдарыңыз болса, оларға нақты графикалық органайзер ұсынбай ақ қойсаңыздар да болады. Ал үлгерімі нашар, қызығушылығы төмен оқушыларды қызықтыру үшін оларға нақты органайзердің түрін көрсетіп беріңіздер. Міне мынандайға сал деп. Және олар өздері тірексіз ба, суреттер, шартты белгілермен беруге болатынын айтасыз. Сол тапсырмаға дескриптор беріп, сол бойынша бала өз жұмысын бағалайды, дескриптор бойынша. Және дескриптор бойынша сіз де балаға тиімді кері байланыс бере аласыз. Міне сонда біз оқылым дағдысын баланың қалай дамытамыз, оқылымға тапсырманы беріп, оның орындап жатқандығын қалай көруге болатындығында бізге графикалық органайзер көмекке келеді екен, әріптестер. Рахмет, өзекті тақырып деп жатыр, сіздерге де рахмет. Ал енді әріптестер, сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Қандай сұрақтарыңыз бар? Сіздерді қазіргі уақытта мазалап жүрген осы қашықтықтан оқыту кезінде қазақ тіл сабақтарында, соның ішінде оқылымға байланысты тапсырмаларды беруде бар ма сұрақтарыңыз? Және бүгінгі өткен тақырып бойынша графикалық органайзер туралы да қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болса, осы чатқа жаза беріңіздер. Жауап беруге тырысамыз. Қандай сұрақтарыңыз бар? Чекубаева, түсінікті бәрі дейді, рахмет дейді. Жақсы, бұл графикалық органайзерлер негізі тек қана мен беріп жатқан 5-6 түрімен, немесе өздеріңіз қолданып жүрген түрлермен ғана шектелмейді екен. Бұл өте көп, және оны әртүрлі мақсатта пайдалануға болады екен. Осы сабақ сақталады ма дейді. Бұны сіздер YouTube желісі арқылы да көре аласыздар. Және бұл графикалық органайзерлердің тиімділігі өте жақсы, өте зор. Және бұл тек қана бір белгілі бір оқылымға ғана емес, сабақтың түрлі кезеңдерінде түрлі етіп қолдануға да болады екен. Міне графикалық органайзер дегенде тек қана кесте сызбалар ғана емес, бұл жерде шартты белгі және суреттер де қолдануға болады екен. Баланың сыни ойлануын ашуға. Нашар оқушыға қандай органайзер ұсынасыз дейді. Сіздің оқушыңыз, сіздің беретін оқу мақсатыңызға байланысты. Оқу мақсатыңызды алып, оқу мақсатына критерий қоясыздар. Сөйтіп, ол критерийге сіздің оқушыңыздың орындай алатындай, сол баланың беті қайтпайтындай, тапсырманы қиындатпай, оңай түрде мына нәрселерді нақты дескрипторын көрсетіп отырып берсеңіз, бұнда нашар оқушыңыз да орындайды. Сен мына мысалға торлы диаграммаға сал, немесе мынандай бір кестеге сал деп берсеңіз кестені, сол нәрсеге бала қалай орындайтын нақты дескрипторын нақты көрсетіп берсеңіз, онда бала сол дескриптормен тапсырманы орындап шығады. Міне, сонда баланың сіз үлгерімі нашар оқушыларға 2-3 қадаммен беріңіз тапсырманы. Бірақ барлығы түгел дедік оқу мақсатына жететіндей, оқу мақсатына бағытталғандай болу керек. Міне сөйтіп балаға оны мынандай органайзерге сал, бірінші органайзерге салатын қадамдарын да нақты көрсетіңіз. Бірінші мына нәрсесін жазасың, екінші мынау нәрсені жаз, мынаны анықта, мынаны көрсет, мынаны
сызбамен бер, мынаны суретпен бер деп нақты көрсетіп берсеңіз, онда баланың бүгінгі оқылым тапсырмасын орындаған сіз көре аласыз және бағалай аласыз. Жарайды, сұрақтарыңыз болса, біздің қазіргі қатысып отырған әріптестердің барлығы менде чатта бар. Біз жеке өзіміздің арнайы жаңағы чаттарымыз ашылған. Менен жеке хабарға шыға аласыздар сіздер. Тағы сұрақтарыңыз болса, жеке чатта жазып, хабарласуға, талқыласуға болады. Келесі вебинар қашан болады дейді. Қазір сағат 11-де біздің бір әріптесіміздің, Балтабекова Анар Тұрсынбайқызының вебинары болады. Соған қатысыңыздар сағат 11-де. Рахмет, әріптестер. Жақсы, біз сіздермен келесі кездескенше дейміз, келесі жүздескенше. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Рахмет.